Көрініп тұр ғой да. Даусым шығып тұр ма? Енді көрінді. Мгм. Tamam. Aslında sağ. Самый слабый момент. Вот слайд. Слайд қылып істеу керек. Эмиссия. Жалпы агония жаңа айттық иә. Енді агонияның клиникалық өлім кезінде тыныс алу мен жүрек соғуы вообще болмайды, тоқтап қалады. Яғни осы жерде 4-5 минуттың ішінде адам өліп кетуі мүмкін. Яғни соған жүрекке массаж жасап құтқарып қалуға болады. Яғни бұл жерде ең бірінші бізде ми оттегімен қоректенеді ғой. Сол оттегі дұрыс бармай қалған салдарынан ми өліп, клиникалық өлім, биологиялық өлімге ауысып кетеді. Яғни тыныс алу мен жүрек соғуы болмайды, анаэробтық гликолиз сақталады, яғни май қыртысының бүлінісі әлі қайтымсыз емес. Жалпы клиниктен келген адамды яғни тірілтіп алуға болады, яғни шоктан әртүрлі неден болуы мүмкін. Жалпы одан кейін бізде биологиялық өлім болады, иә. Биологиялық өлім кезінде адамның ең соңғы несі миы өледі, яғни миы өледі. Биологиялық өлім кезінде адамды құтқарып алуға болады, яғни жаңағыдай клиникалық өлімнен кейін жалпы болады ғой, енді арада уже биологиялық өлім кетеді, яғни ми өледі, ми тіндері өлгеннен кейін біз оны құтқарып ала аламыз, яғни бірақ миын не ала алмаймыз, құтқарып ала алмаймыз, яғни оның миы сау болып қалады, яғни бірақ дене қозғалысы, яғни денедегі организмдік бұлшықеттер, олар барлығы жұмыс істеп тұрады. Осы биологиялық өлім кезінде дененің мұздауы болады ең алғаш, яғни температура түсіп кетеді, одан кейін дененің сіресіп қалуы болады, яғни өлі дақтар пайда болады. Өлі дақтар дегеніміз бізде аяқта мысалы анатомияны өттіңіздер ғой, вена кава инфериор, вена кава супериор деген, сол вена кава инфериор, яғни аяқтағы веналар тұрып, и олар тұрып қалады, и солар уже көгеріп дақтар пайда болады, и иістенеді. Жалпы осы содан кейін мысалы осы клиникалық өлім кезінде біз реанимация жасау арқылы жалпы адамды құтқарып қалуға болады, яғни ол организмді тірілту, яғни ол кезде біз жүрек жұмысын қалпына келтіреміз, яғни жүрекке тікелей кеуде сыртынан массаж жасаймыз, одан кейін дефибрилляция жасаймыз. Дефибрилляция дегеніміз жүрек етінің жұмыс жасауын қалпына келтіру. Яғни бұл қай кезде болады? Яғни жүректің фибрилляциясы, яғни жүректің соғуы дұрыс болмай қалады, яғни кейде ол аритмиялығы, яғни жүректің аритмиялығы, яғни дұрыс соғуы дұрыс болмайды да, ол 300-400 есеге жеткеннен кейін ода инфаркт болуы мүмкін, әртүрлі ишемиялық процестер болуы мүмкін, сол кезде жүрек тоқтайды. И сол кезде дефибриллятор қолдану арқылы, яғни организмге жүрекке импульс беру арқылы жүректің етінің жиырылуын жақсартады. И сосын жалпы қанға адреналин салады, яғни оны глюкозаға, сутек астың тотығына қосып жүрекке қарай айдайды, иә. Осы яғни бұл кезге реанимацияға, клиникалық өлімге адамдар препарат қабылдағаннан кейін де болуы мүмкін, яғни оны да жақсылап түсініп алсаңыздар болады. Яғни адамда анафилактикалық шок деген болады, яғни осы анафилактикалық шокты қазір түсініп алсаңыздар болады. Анафилактикалық шок кезінде адамда тыныс жойылып кетеді, тыныс жойылады, яғни өкпесі, кеудесі қысылып дұрыс демала алмай қалады да, и жүректің жұмыс істеу қабілеті жоғалады. И осы кезде яғни артериялық давление өте түсіп кетеді, яғни брадикардия болады, брадикмия болады, яғни соның салдарынан адамға адреналин береді, иә. Адреналин қанға береді, ең бірінші жасалатын ол адреналин, одан кейін оны глюкозаға қосып беруі мүмкін, прямой жүрек, осы екінші және үшінші қабырғаның тұсынан, сол жақ тұсынан прямой жүрекке адреналин салатын кездер де болады, чтобы адамды өлімнен құтқарып қалу және жүректің қызметін жақсарту үшін. Енді
келесі одан кейін тыныс алуды қалпына келтіру, иә, ауызға үрлеп, ол басқа нелерді, жаңағыдай неде басқа пәндерде өтесіздер. И одан кейін бұзылған зат алмасулар, яғни метаболизмді қалпына келтіру болып табылады. Осы реанимациядан кейін адамда аурулар пайда болады. Соны біз постреанимациялық ауру деп атаймыз, иә. Оның бірнеше түрі бар. Ол бірінші жалпы ол осы бірінші ағзаның функцияларының уақытша тұрақтану сатысы, яғни реанимациядан кейін 10-12 сағаттан кейін дамиды, иә. Тыныс алу және қан айналымы тұрақтанады, адам организмі жалпы қалпына келе бастайды 10-12 сағаттан кейін, алғашқы реанимациядан кейін. Одан кейін бізде организм жағдайының қайтадан құлдырау сатысы деген болады. Осы екінші сатысы өте адам үшін өте қорқынышты, яғни осы кезде адамдар қайта сол ауруға процесске түсіп қайтып өліп кетуі мүмкін. Яғни бірінші тәуліктің ішінде, яғни бірінші тәулікте және екінші тәулікте болады, бір мен екінші тәулікте болады. И миының дұрыс жұмыс жасамауы салдарынан, яғни ауа миға дұрыс бармауы салдарынан энцефалопатия болады. Яғни жүрек тыныс алудың жедел жеткіліксіздігі болады, яғни бауыр бүйрек жеткіліксіздігі болады. Яғни бұл жерде бүйректік ренальдық рефлекстер бар, сол кезде осы жедел жеткіліксіздікпен сонымен адамдар ұстап өліп кетуі мүмкін. Ал үшіншісі организм қызметтерінің қалпына келу сатысы, яғни организм қалпына келеді, но бірақ осыған дейін қалай жұмыс істеді, тура солай жұмыс істеп кете алмайды. Осы реанимациядан кейін адамда бірнеше аурулар болады, иә. Ол аноксия, мембрана липидтердің астын тотығы, уыттану, яғни тірілтілген организмде болатын, яғни жағымсыз жағдайлар бар. Яғни аноксия дегеніміз не? Жалпы аноксия дегеніміз анаэробты гликолиздің әсерленуі, метаболизмнің ацидоздың дамуы, ағзалар мен тіндерде микроциркуляция және электролит алмасуының бұзылуы, яғни ағзада майда тамырлардың дұрыс жұмыс істемеу салдарынан электролит алмасуының бұзылуы, яғни электролит алмасу бұзылғаннан кейін ол жалпы организмде зәрдің дұрыс бөлінбеуі, сондайлар болады, иә. Анаэробты гликолиз салдарынан болып тұрудың барлығы. Яғни адам организм сілтілер көп төмендеп кеткен салдарынан организмде қышқыл болады, метаболизмнің ацидоз дегеніміз ол қышқылдардың көбейіп кетуін айтады бізде, метаболизм ацидоз болады. Одан кейін реперфузия деген бар. Реперфузия дегеніміз не? Жалпы осы клиникалық өлімнен кейінгі болатын жағдайды бізде реперфузия, яғни қан айналымының қалпына келуі, яғни тіндерге оттегінің жеткізілуі, бірақ тіндерде оттек жеткізіледі, бірақ ол дұрыс пайдаланылмайды, яғни ол организмде тіндерде сіңу үшін сұйық күйде болу керек, яғни ол газ күйінде қалып кетеді да, сөйтіп организмде осы оттегі бос радикалдар пайда болады да, липидтердің астын тотуына алып келеді. Олар соңында мембраналардың зақымдауына алып келеді да, адам қайтыс болуы мүмкін. Ал одан кейін соңғысы қан айналымының қалпына келуі, яғни зақымданған тіндерде уытты өнімдердің жалпы қан айналымға түсуі, и осыдан интоксикация болады да, и адам уыттану салдарынан адам өліп кетуі мүмкін. И осымен бүгінгі бірінші тақырып бітті. Сұрақтарыңыз бар ма? Бұл негізі бірінші тақырып оңай, жалпы бір қайталап шықсаңыздар болады. Мен сіздерге слайд жіберемін. Осы 4-5 ғалым есім жаттап алыңыздар. И осы Пашутин, осы Ресейде, Киевте кім қалады, Қазақстанда қай медуниверситеттерде, қай жерлерде қаланды. Сосын жалпы нозологияны түсініп алыңыздар, аурудың түрлері, этиологиясы бойынша қалай бөлінеді, патогенезі бойынша қалай бөлінеді, солар. Сосын бір тектес дерттік үрдістер, қабыну, қызба, гипоксия, бұлар әлі жеке-жеке өтетін боламыз. Бұлардың бәрі қызық тақырыптар. Сосын субъективті, объективті симптомдар бар. Сосын ауру жағдайдың өзі кезеңдері, мысалы бастапқы кезең, айқындалу кезең, аурудың сатылары, осыларды айттым жаңа. Осы жалпы осы өлім бойынша патофизиология пәні, міндеттері, ғалымдар бойынша сұрақ бар ма? Келесі сабақ подтверждение, сіздерде подтверждение өткен студенттер бар ма? Бүгін немесе кеше этиология, патогенез өткен? Или енді бола ма барлығыңызда? Ертең бола ма?
Фотография. Түсінікті. Негізі дауыс барлығы дұрыс естіліп тұр ғой да? Егер естілмей жатса, WhatsApp-қа неге жазсаңыздар болады, чатқа. Жақсы. Жақсы, онда бүгінгі сабақ бірінші бітті. Рахмет кіргендеріңізге, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз. Мгм.